Армысыздар қазақ елі, мен Қостанай қаласының тұрғыны Дәурен Сұлтанғали. Елімізде небір тәртіпсіздіктер орын алуда. Бұл тәртіп бұзып отқандар елімізді басқарып отырған құқық қорғаушылар, КНБ болсын, Тоқаев басқарған жүйе. Алға Қазақстан бастамашыл тобының мүшелерін шетінен соттап, ұрып кету, әйел балашаға, жігіттер ешқайсысын қарап отқан жоқ, шеттерінен түрмеге тоғыту, жұмыстан ұрлау, көшеден ұрлау, үйдің қасына күзет қою, бәрін істеп жатыр ғой неше жылдан бері. Мынау жақында Айдар Сыздықов деген белсенді жігітті және Асаналы Оңалбаев ақтөбелік жігітті екеуін екі қаладан ұстап, қалталарына наркотик салып, үйіне тінту жасағанда ештеме таба алмай, ешқандай жазықсыз түрмеге тоғытып жатыр. Оның алдында қаншамасын түрмеге жауып тастады. Марат Жыланбаев деген сияқты көп белсенділеріміз қазір түрмеде жатыр. 200-ге тақап қалды. Бұндай бассыздықты тоқтатыңыздар. Және де өтіріктің құйрығы бір тұтам дейді. Біз бәрібір жеңеміз. Халықтың талабын орындаңыздар. Алға Қазақстан. Барлық саяси тұтқындарға бостандық талап етемін.